құрамында кальцийдің жоғары мөлшері бар түйіншей осындай коробкада мынандай пакетиктердің 10 пакетигі бар. Енді бұл кальций немен ерекшеленеді? Басқа кальцийлермен салыстырғанда бұл кальцийдің ерекшелігі бұл жерде 90% сіңімділік. Яғни бір пакетін іштіңіз кальцийдің, осының құрамындағы 2400 мг кальцийдің барлығы сіздің шеміршектеріңізге, буындарыңызға, сүйектеріңізге жетеді деген сөз. Яғни бұл жоғары технологиямен дайындалған кальций, құрамында кальцийдің иондарынан бөлек 30-дан аса басқа да микроэлементтер, витаминдер, амин қышқылдары бар. Сондықтан бұл кальцийдің сіңімділігі де 90%-ға дейін жетеді. Енді жалпы буын ауруларына бұл кальцийдің келтіретін пайдасы орасан зор. Себебі 90% сіңімділік болғаннан кейін жалпы адамда буын неге ауырады? Буын дегеніміз бұл екі сүйектің жалғасқан жері. Екі сүйек не арқылы жалғасады? Шеміршек арқылы. Хрящ дейді ғой, шеміршек арқылы, сіңір арқылы жалғасады. Бір-бірімен тұтасады. Осы шеміршектегі кальций ағзада ең алдымен алынады. Себебі біздің ағзамыздағы 99% кальций сүйекте жиналған болса, 1% ол қанда болуы керек. Себебі кальцийдің адам ағзасындағы зат алмасуға қатысып атқаратын рөлі орасан зор. Міне осы 1% кальцийді біз күнделікті тамақпен қабылдап отыруымыз керек. Енді кешегі жеген немесе 2 күн бұрын жеген тамағыңызға анализ жасап көрдіңіз. Яғни күнделікті жеп жатқан тамағыңызға анализ жасаңыз. Сіз сол 1% кальцийді толықтыра алдыңыз ба? Сол күнделікті тамақтану арқылы. Яғни қандай кальций біздің ағзамызға жақсы сіңіріледі? Холодецтегі кальций. Себебі ол сиырдың аяғын қайнатқанда сол сүйектегі, шеміршектегі кальций жоғары мөлшерде сорпаға шығып, сол кілегей болғаннан кейін біз ол холодецті тұтынамыз. Немесе сүйек қайнатылған сорпа іштіңіз ба? Немесе 1 литр айран қолдың сүтін іштіңіз ба? Егер осы нәрсені ішпеген күндеріңіз болса, сол күндері сіз қаныңыздағы 1% кальцийді тамақпен толықтыра алмадыңыз деген сөз. Ол жағдайда организм